Уважаемые жители города, в последнее время на территории региона участились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. В этой связи в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах города сотрудниками полиции продолжаются профилактические мероприятия. Уважаемые водители и пешеходы, строго соблюдайте правила дорожного движения, не подвергая опасности свою и чужую жизнь. Обращайте особое внимание на детей, пожилых и людей с ограниченной подвижностью. Ваша внимательность может спасти жизнь. Помните, что безопасность на дороге – это ответственность каждого из нас. Мына жерден өтуге болмайды екен. Ана өтетін жер пешеходный переход. Сіздер әкімшілік кодекстің 615 бабын бұзып жатсыздар. Өз белгіленбеген тұрған жолдан өттіңіздер. Ол 615 бап бойынша сіздерге айыппұл салынады. Түсініңіздер ғой, келесі жолы өтпеңіздер олай. Ал оқып танысыңыздар. Хорошо. Рахмет сізге. Жолдың неге ортасында өтпеңіздер. Жолдың сипаттын жарып, жолдың ортасында өтпеңіздер. Қауіпсіздік шаралар ол жасына сіздер. Бірінші жолға сіздер ескерту жасайын. Жастар өткені жолдарыңыз. Рахмет. Жолдан өтіп кеттіңіздер, белгіленген жерден сізменен бірге міне ақпарат бөлінген шара жүріп отыр. Қауіпсіздік шарасы. Бізде Талдықорған қаласында наезд на пешеход, яғни адам қауіп факторы көбейіп отыр. Сол үшін жолдың ортасында өтуге болмайды. Егер құжатыңыз болмаса, мені бақылау жүріп отыр, өтіп кететіндер. Үйдің жазасың. Полиция, у нас по порядку по дорогам где проходит. У нас человеческий фактор много сейчас. Это с участием пешеходов, сейчас наезд на пешеходов, знаете, полный месяц решили улицу. Вот сюда просто 10 метров. Патрульная полиция организована. Бұл жолдың белгіленген жерінен өтесіз. Көрмеңізді, арақта светофор тұр, екі светофор тұр. Заң жүзінде өкілі білесіңіздер, шара жүріп. Адам қауіп фактісі көбейіп отыр Талдықорғанда. Пешеход. Құжатыңыз болды ма? Адам қауіп фактор көп болады, наезд на пешеходы. Светофор көріп біздер қараңыз, сізбенен бірге ақпарат көзінен шара жүріп отыр. Құжатыңыз болды ма сіздің? Внимание, в течение полной суммы